Барлықтарыңызға қайырлы күн. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға бірдей декларациялау басталады. Ол бойынша, егер сіздің атыңызда ИП немесе ТО, яғни заңды тұлға бар болса, сіз және сіздің жұбайыңыз міндетті түрде 250 форма отчетты тапсыру қажет болады. ИП, яғни жеке кәсіпкерді қалай тексеру керектігі туралы мен өткен видеоларды салған болатынмын. Ал енді қазір сіздерге ТО-ны, яғни сіздің қандай да бір ТО-ға қатысыңыз бар ма, жоқ па, қандай да бір ТО-ның сіз құрылтайшысыз ба, немесе директоры болып есептелесіз ба, қалай тексеруге болатындығын қазір сіздерге көрсетемін. Ол үшін сіздер кәдімгі интернет браузерге кіресіздер. Мен мысалы Google Chrome'ға кірейін, YouGovқа кіресіздер, кіру жолын таңдайсыздар. Мысалы мен Digital ID арқылы кіргім келеді. Телефон номерін тересіздер де сайтқа кіресіздер. Сайтқа кіргеннен кейін сіздерде осындай басты бет ашылады. Мына жерде сол жақта бизнес дегенді басасыздар. Енді бірінші тұрған регистрация и развитие бизнеса дегенді басасыздар. Мына жерде төртінші тұрған сведения юридических лицах дегенді басасыздар. Енді мына жерде алтыншы тұрған предоставление сведений об участии физического лица в юридических лицах дегенді басасыздар. Заказать услугу онлайн дегенді басасыздар. Енді мына жерге өздеріңіз еңгеріңіз жазасыздар. Мына жерде код жазасыздар астында. Мына жерде подписать, используя смс-пароль дегенді басуларыңызға болады. Қазір код келеді. Енді обновить статус дегенді бассаңыздар. Мінекей сіздерде осындай справка шығады. Егер сіздің атыңызда қандай да бір ТО тіркелген болса, яғни толықтай аты, БИН, орналасқан жері барлығы осылай шығып тұрады сізде. Сонымен мен сіздерге қалай 2-3 минуттың ішінде ғана ТО-ға қатысыңыз бар ма, жоқ па, соны қалай анықтау керектігі туралы көрсеттім. Егер сізге видео пайдалы болса, ұнаса лайк басыңыздар және каналға тіркеліңіздер.